Адамның жегенін өгіз жесе, жарылып өлер. Адамның істегенін шайтан істесе, ұялып өлер. Момынның ебін қу табады, қудың ебін Құдай табады. Бас-басыңа би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын. Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз. Келешекте дәрігерлердің науқастарға жазатын рецепті, мұсылмандардың оқитын намазы мен тұтатын оразасы болмақ. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек. Осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам. Тәкаппар және қыңыр мінезді адам өзін керемет деп есептейді. Бірақ осы сипаты оның түбіне жетеді. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Ішсем, жесем, ұйықтасам тән құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, жан құмары. Ашу келгенде ашуын тежей білген, әрі жұмсақ бола білген адам ең ақылды адам. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Жамандық қайдан туар, тілден туар. Әркімде ақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз сен аузыңнан, артыңнан айдақар боп сені қуар. Өлген адамның жаманы жоқ, тірі адамның өсектен аманы жоқ. Адамдарға керек әркез жылылық, жылылықта жатыр үлкен сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек әркімге, соның өзі қарапайым ұлылық. Байып кетсең байлыққа көп құнықпа, жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты Алланың өзі беріп, өзі аларын ұмытпа. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Мейірімі жоқ адамнан маңырап жүрген мал артық. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал артық. Жақсы адам ашық сөйлейді, сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді, өзгелерді басып сөйлейді. Ойыңа ие бол, ой сөзіңе айналады. Сөзіңе ие бол, сөз ісіңе айналады. Ісіңе ие бол, іс әдетке айналады. Әдетіңе ие бол, әдет мінезіңе айналады. Мінезіңе ие бол, мінез тағдырыңды шешеді. Ақылсыз адам айқай келеді, жан жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай сөйлейді, жан жағын байқай келеді. Қулық, сұмдық, ұрлықтан мал жиналмас. Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен. Мал кетер, мазақ кетер, ар бұйырмас. Ата-анаңнан дүние емес бата тіле, әйеліңнен сұлулық емес сенім тіле. Ағайыннан ақша емес мейірім тіле, перзентіңнен озат емес адалдық тіле. Ер бір рет өледі, ез мың рет өледі. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Ақылды болуға жетелейтін үш жол бар. Бірінші тәжірибе жолы, екінші еліктеу жолы, үшінші ойлау жолы. Мінез қару секілді, қашан оны өзгеге көрсетпейінше,
сені оңай нысана деп ойлайды. Бір көңіл болады, кері қайтпайтын. Бір достар болады, сенім артпайтын. Бір сағыныш болады, қауша алмайтын. Бір бақыт болады, тауыса алмайтын. Абайлап сөйле сөзіңді, адамның көңілі гүл деген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр зілдеген. Үйіңе қандай қонақ келсе де, жақсы күтіп алып, шығарып сал. Қонақты ренжітпе, қай қонақта құт барын білмейсің. Ақылсыз болсаң, бауырың кетеді. Ақымақ болсаң, ауылың кетеді. Біреудің ақылы бар, ақшасы жоқ. Біреудің бұлбұлы бар, бақшасы жоқ. Сыйымсыз болсаң, келінің кетеді. Тынышсыз болсаң, серегің кетеді. Қатал болсаң, мейірім кетеді. Сұрай берсең, ұятың кетеді. Мына 3 адамның сөзін бөлмей, үнсіз тыңда. Бірінші атана, екінші бала, үшінші қайғыға батқан адам. Жоқшылық ер жігітке намыс емес. Жоқ болсаң, өз туғаның таныс емес. Суық үй, дәмсіз тамақ, салақ қатын. Үшеуі кедейліктен алыс емес. Тәубеден аққан жас жақсы, сәждеде жатқан бас жақсы. Ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Хакім Абайдан бұл өмірде кімнен, неден жеңілдіңіз деп сұрапты. Сөз ұқпайтын ақымақтан, күнде жеңілемін деген екен. Алдын ала ойлап, соңын шешетін ол адам. Соңында ойлап, соңын шешетін ол құл. Түк ойламай, еш нәрсе шешпейтін ол хайуан. Біз туралы бізден нашарлар ғана жаман ойлайды. Бізден жақсылардың бізге уақыты жоқ. Сараңды ақшамен, тәкаппарды жалынумен, ақымақты қулықпен, данышпанды шындықпен жеңесің. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту. Ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Жақсылық жасаған адам, жасағанын сол сәтте ұмытуға тырыссын. Жақсылық көрген адам, оны еш уақытта есінен шығармасын. Жақсы күніңде жаныңнан табылған демес, қиын күнде демегенді дос сана. Қолыңда билік барда әділетті болу, әлсіз кезіңде жүректі болу. Ол нағыз текті адамға тән қасиет. Ер азаматтың абыройы көп сөйлегеннен, сыр сақтай алмағаннан, және кім болса соған сене бергеннен түседі. Адамдарға керек әр кез жылулық. Жылулықта жатыр көркем сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек адамға, соның өзі қарапайым ұлылық. Құрметті оқырман, даналарымыздың айтып кеткен нақыл сөздері сіз үшін пайдалы болса, арнама тіркеліп, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қоюды да сұранамын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер нақыл сөздер каналымнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.